Олаша ханым, сізде қандай результат болды немереңізде? Біз осы продукцияларды танысқалы бері қарай менің үлкен қызымның 4 баласы бар. Соның ең кішісі селекия деген диагноз қойған врачтар. Сүйек ішінде инфекция кірді деп. Сол инфекцияны осы су енді өзім бірінші Аллаға, одан кейін осы продукцияға сеніп, сол кішкентай қызға бере бастадық. Ол қазір 4,5 жаста. 4-тен асты ғой енді. Бала бірақ өспей қалған. Бірақ өспей қалды, 1,5 жасар баланың бойындай болды. Одан кейін тілі де шала шарпа ішіндейтіп, шылдырлап сөйлейтін. Қазір осы суды ішкелі бері қарай тілі де таза шығады. Аллаға сан шүкір. Содан кейін мен қызыма жаңағы бере бастаған кезде айтқан бір жерге белгілеп қойшы бойын, көрейік бойын өсірер ме екен деп. Соны белгілеп қойған, ол кезде 64 сантиметр болған. Енді қазір 71 сантиметр болды. Аллаға сан шүкір, керемет. Сөйтіп бойы сондайға өскен екен. Одан кейін қызым тағы да айтады, мама аяғы да өсіп, саусағы босоножкасынан шығып кетіп жатыр еді. Ол результат бізде 12 ақ күн іштік. Сонда өсу процесі болып жатыр балада? Өсу процесі болып жатыр. Мен соған Аллаға сансыз шүкірлік айтамын. Сол қыз енді ең болмаған күнде 1 метр 200 сантиметр болса да, жаңағыдай сондай өссе екен деп Алладан сұраймын. Алла шипасын берсін. Сөйтіп сондай жаңалығымыз болып жатыр. Керемет, керемет. Одан кейін сол мамасының өзі, олар Алматыдан келген. Мамасының өзі келген кезде бетінде андай қара нелер болған. Осы қап-қара болып кеткен. Дақтар болған. Мұрнының үсті, мына нелерінің барлығы. Соған тоже күміс су мен алтын суды барлығын ішіп жатыр. Одан кейін кремдерін алғанбыз. Бірінші ішкен кезде маринга чай іштік. Маринга чай ішіп, ішін өткізіп, қызым 1 апта страдать етті. Ойбай, мамам, мынауыңыз болмайды, мен ішімді өткізіп жатыр. Ол эффект беріп жатыр. Сен шыда, ештеңе қылмайды, қояды деді. Сол 1 аптадан кейін қойды ішінің өткені. Бірақ мынау пигментный пятна кетті ғой. Пятналар төгіле бастады мұрынның үстінен бастады. Одан кейін жаңағы алтын кремін, күміс кремін алдық, күміс суын алдық, алтын суын алдық, магнилий су, барлығын алып қолданып жатырмыз. Қазір енді беті тазарды. Қандай керемет, жақсы результат. Енді кішкене нәсиптерінде бар енді, бірақ енді ол кетеді, әрине кетеді. Керемет результат. Сол результаттарымыз. Рахмет. Рахмет бірінші Алла, одан кейін сіздерге осы жаңағы продукцияны шығарған Месутонгу мырза, сол кісіге рахмет. Одан кейін барлығына айтарым, осы продукцияны алыңыздар, ішіп көріңіздер, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сізге де рахмет. Шипалы болсын. Алла шипасын